Барлықтарыңызға сәлем, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді пахлаваның жасалу жолын көрсетемін. Сондықтан да видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Бұл рецептпен жасап көрмеген болсаңыздар, жасап көруге кеңес беремін. Үйдегілердің барлығына ұнайтын керемет пахлава болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тез дайын болатын таңғастар мен формасы пісірілетін кекстерді, торт, пирожниларды үйрететін боламын. Салат және де басқа да ерекше рецептерді күтсеңіздер болады. Сондықтан да каналға жазылыңыздар. Ал енді пахлаваны пісіруге кірісеміз. Алдымен 4 жұмыртқаның сарысын бөлек ыдысқа, ағын бөлек ыдысқа ажыратып алуымыз қажет. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Осылайша 2 ыдысқа ажыратып алып, 5-ші жұмыртқаның сарысын бөлек кішкентай ыдысқа алып қоямыз. Ағын қалған 4 жұмыртқаның ағына қосамыз. Бізге бұл жұмыртқаның сарысы ең соңында пахлаваның бетіне жағу үшін керек болады. Жұмыртқаның ағын холодильникке, яғни тоңазытқышқа қойып қоямыз да, сарысын миксермен бір араластырып алуымыз қажет. Сосын оған қантты қосып, массамыз ағарғанша әбден араластырып аламыз. Бұл рецепті мен бұрында бірінші рет жасағанда шыққан болатын, сондықтан да сіздермен бөлісіп отырмын. Енді 200 грамм қаймаққа ас содасын қосып, араластырып, одан кейін оны жұмыртқалы массамызға қосып алуымыз керек. Енді оның үстіне ерітілген сары майда немесе маргаринді қосып аламыз. Менде маргарин қолдандым. Одан кейін барлығын лопаткамен немесе қатсықпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алуымыз керек. Ендігі кезекте біз әдеттегідей ұнды електен өткізіп қосуымыз керек. Ұнның барлығын салуға асықпаймыз. Алдымен лопаткамен араластырып, одан кейін қолымызбен қамырымызды дайындаймыз. Ұнды соңында мен алып қалдым. Барлығы менде 600 грамм ұн кетті. Біздегі қамырдың консистенциясы қолға жабысқақ, жұмсақтау болуы керек. Одан кейін оны бетін жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Ал біз ол аралықта пахлавамыздың арасына қосатын начинкамызды дайындап аламыз. Ол үшін жаңғақты пеште кептіріп алуымыз керек, немесе табада пісіріп алсаңыздар, дәмі де ерекше болады. Енді біз алдын ала жуып кептірілген мейізімізді 2-3 бөліктерге бөліп, майдалап, турап алуымыз керек. Жаңғақты да тура солай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Аса кішкентай қылып жіберудің қажеті жоқ. Сосын оларды ыдыстарға бөліп салып қоямыз. Одан кейін біз жұмыртқаның ағын тоңазытқыштан шығарамыз. Сосын оған 220 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап миксермен аппақ көбік болғанша әбден араластырып аламыз. Миксердің ізі қалғанша араластырсақ дайын болады. Осындай болып шығуы керек. Ыдысты төңкерген кезде де төгіліп кетпейтіндей болуы қажет. Оған мейізіміз бен жаңғағымызды қосып дайындап аламыз. Енді жақсы жайылуы үшін жарты сағат тоңазытқышта тұрған қамырымызды шығарып, теңдей 3 бөлікке бөлуіміз керек. Сосын оларды қолымызбен жақсылап бөлек-бөлек 3 қамыр етіп
дөңгелектеп дайындап қоямыз. Сосын противенге тура келу үшін пергамент қағазды алдын ала өлшеп, және ұн сеппеу үшін пергамент қағазды қолданамыз. Осылай оқтаумен қамырымызды жайып аламыз. Аса қатты қиындық тудыра қоймайды, жабыспайды, жыртылмайды. Енді арасына дайындап қойған начинкамыздың тең жартысын салып, барлығын шеттеріне жеткізіп, осылай жағып шығамыз. Енді екінші қамырды да дәл солай пергамент қағазына өлшеп жайып алуымыз керек. Сосын оны үстіне екінші қабатын орналастырып аламыз. Және де начинкамыздың қалған бөлігін салып, видеодағыдай жайғастырып, шеттеріне жеткізіп аламыз. Енді пахлавамыздың үшіншісі, яғни беткі бөлігін жайып, оны да орналастырып алып, өзімізге ыңғайлы етіп пышақпен кесіп аламыз. Жұмыртқа жағып алсаңыздар да болады, кескеннен кейін жақсаңыздар да өз еріктеріңізде. Бетіне күнжіт немесе жаңғақты қойып пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Мен бетіне балды сиропты жағып жатырмын. Сіздер де солай жасасаңыздар, немесе сумен қантты да жасап жағуға болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғысым шексіз.